жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында бөлгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қорғаныс ведомствосының әскери қызметшілерді арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерін зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері жөніндегі ведомстволық жұмыс тобының отырысы қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Сұлтан Камат Леттайындиновтың басшылығымен өтті деп хабарлайды бақ.кз. Аталмыш кеңесте бас прокуратура және бас әскери прокуратураның мемлекеттік күзет қызметінің, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, қорғаныс ішкі істер төрағасы, төтенше жағдайлар министрлігі, шекара қызметінің, ұлттық уран, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және қаржы мониторинг агенттіктерінің өкілдері қатысты. Жұмыс тобы премьер-министр орынбасары қаржы министрі Ерұлан Жамабаевтың, әскери қызметшілердің, арнаулы мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметтерін зейнетақымен қамсыздандыру жетілдіру жөніндегі тапсырмасы шеңберінде мемлекеттік органдарда әзірленген ұсыныстарды қарады. Отырыс соңында осы бағыттағы жұмыстың жалғасатыны айтылды.